Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері. Бүгінгі сабақта біз көбейтіндінің берілген натурал санға бөлінгіштігін анықтауды үйренетін боламыз. Әдеттегідей, өткен сабағымызды қайталап алайық. Жай сан дегеніміз тек қана бірге және өзіне бөлінетін сандар. Мысалы, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 деген сияқты шексіздікке дейін жалғаса береді. Тексерейік. Тек қана бірге және өзіне бөлінеді деп айттық. Мысалы, 2-ні алайық. 2 шынымен де тек қана бірге бөлінеді және өзіне бөлінеді, яғни 2-ге. Демек, жай санның 2 ғана бөлгіші болады екен. Дәл сол сияқты кез келген. Мысалы, 13-ті алайық. 13-те тек қана бірге бөлінеді және өзіне бөлінеді, яғни 13-ке. Сондықтан жай сан дегеніміз тек қана 2 бөлгіші бар сандарды айтады екенбіз. Келесі еске түсіретініміз құрама сандар. Құрама сан дегеніміз бөлгіштерінің саны 2-ден артық болатын сандар. Байқасаңыздар, жай саннан ерекшелігі де осы. Мысалы, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 және тағы сол сияқты шексіздікке дейін жалғаса береді. Тексерейік. Айталық 4 саны. 4 бірге бөлінеді және өзіне бөлінеді, яғни 4-ке және тағы да 2-ге бөлінеді. Демек, 4 санның 3 бөлгіші бар. Дәл сол сияқты айтайық 12 саны. 12 саны бірге бөлінеді, өзіне бөлінеді, яғни 12-ке, одан кейін 2 мен 6-ға бөлінеді, одан кейін 3 пен 4-ке бөлінеді. Байқасаңыздар, 12 санның 6 бөлгіші бар. Яғни, құрама сандардың ерекшелігі, олардың бөлгіштері 2-ден көп болады. Естеріңізге саламын, жай санда, құрама санда, натурал санға жатады. Байқасаңыздар, жай санның мысалында да, құрама санның мысалында да бір саны жоқ. Қазір оны айтатын боламыз. Есте мұқият сақтайық. Бір саны жай санға да, құрама санға да жатпайды. Себебі бір саны жай санның ережесіне де, құрама санның ережесіне де келмейді. Жай санның 2 бөлгіш болу керек, ал құрама санның 2-ден артық бөлгіштері болу керек. Ал бір санның тек қана бір бөлгіші бар. Бір саны тек қана бірге бөлінеді. Келесі ережеміз ең кіші жай сан 2. Осыны есе сақтайық. Тексеретін болсақ, 2-ден кіші санды алып көрейікші, ол 1. Ал біз айттық, бір ол жай санға да, құрама санға да жатпайды. Жай санның тізбегі 2-ден басталады. Осыны біліп жүрейік. Ең үлкен жай сан болмайды. Себебі біз айттық қой, жай санды натурал санға жататындықтан, олар шексіздікке дейін жалғасады. Келесі ережеміз ең кіші құрама сан ол 4. Тексерейік. 4-тен кіші сан мысалы 3. 3 ол жай сан, 2 жай сан. Сондықтан шынымен де құрама сандар 4-тен басталады екен. Дәл сол сияқты ең үлкен құрама сан болмайды. Олар да шексіздікке дейін жалғасады. Енді өзіміздің негізгі тақырыбымызға көшейік. Қосындының бөлінгіштік қасиеті. Егер қосылғыштардың әрқайсысы берілген санға бөлінсе, онда қосынды да сол санға бөлінеді. Мысал қарастырайық. Айталық, 24 пен 48-дің қосындысының 8-ге бөлінгіштігін анықтайық. Ереже бойынша әр қосылғышымыз жеке-жеке 8-ге бөліну керек. 24-ті 8 бен 3-тің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Ал 48-ді 8 бен 6-ның көбейтіндісі ретінде жазуға болады. 8 бен 3-тің көбейтіндісінде 8-ді көріп тұрмыз. Демек, бұл көбейтіндіміз 8-ге бөлінеді. 8 бен 6-ның көбейтіндісінде де 8 сан тұр. Демек, бұл көбейтіндіміз де 8-ге бөлінеді. Демек, ереже бойынша 24 пен 48-дің қосындысы 8-ге бөлінеді. Енді осы өрнегімізді шешіп көрейік. 24 пен 48-дің қосындысының 8-ге бөліндісі. Ереже бойынша әр қосылғышты жеке-жеке 8-ге бөлеміз. Сонда 24 пен 8-дің бөліндісі қосу
48 бен 8-дің бөліндісі. Жауабын жазайық. 24-ті 8-ге бөлсек 3 шығады, 48-ді 8-ге бөлсек 6 шығады. Арасында қосу таңбасын ұмытпаймыз. Жауабы 9 болады. Демек біз 24 пен 48-дің қосындысының 8-ге бөлінетінін анықтадық. Келесі көбейтіндінің бөлінгіштік қасиеті. Алдымен ережені оқиық. Егер көбейткіштердің біреуі берілген санға бөлінсе, онда көбейтінді де сол санға бөлінеді. Естеріңізде болса, жаңа қосылғышты өткен кезде біз қосылғыштың әрқайсысы сол санға бөліну керек деп айттық. Ал көбейтінді де көбейткіштің кемінде біреуі бөлінсе, көбейтінді сол санға бөлінеді екен. Мысал қарастырайық. 26 мен 30 санының көбейтіндісінің 13-ке бөлінгіштігін анықтайық. Ереже бойынша, мына екі көбейткіштің кемінде біреуі осы санға бөліну керек. Әрине, 30 13-ке бөлінбейді, ал 26 13-ке бөлінеді. Сондықтан мен 26-ны 13 пен 2-ның көбейтіндісі ретінде жазып аламын, 30-ды сол күйінше қалдырамын. Бізде бір көбейткіш кемінде 13-ке тең болып тұр, сондықтан мына өрнегіміз толықтай 13-ке бөлінеді. Қалай жазамыз? Математикалық тілде 26 мен 30-дің көбейтіндісі 13-ке бөлінеді. Осы өрнегімізді шешіп көрейік. 26 мен 30-дің көбейтіндісін 13-ке бөлу керек болса, онда ереже бойынша мен 26-ның 13-ке бөлінетінін білемін. Сондықтан алдымен 26-ны 13-ке бөліп алып, шыққан санды 30-ға көбейтеміз. Тиімді әдіс осында. 26 мен 13-дің бөліндісі бізге 2-ні береді. Одан кейін көбейту 30-ды жазып қоямын. 2 мен 30-дің көбейтіндісі 60-қа тең. Өте жақсы. Тапсырма орындайық. Көбейтіндінің бөлінгіштік қасиетін пайдаланып, бөліндіні табыңыз. Бірінші, бізге 28 бен 11-дің көбейтіндісінің 4-ке бөліндісі берілген. Ереже бойынша қарайық. 11 4-ке бөлінбейді, бірақ 28 4-ке бөлінгендіктен мен 28 санын 4 пен 7-ның көбейтіндісі ретінде жазып аламын. Одан кейін мына 4 пен 4-ті бөліп аламын. Оңай болу үшін 4-ті 4-ке бөлсем 1 шығады ғой. Ал біз білеміз, кез келген санды 1-ге көбейтсем, ештеңе өзгермейді. Сондықтан 1-ді жазбаймын. Не қалды бізде? 7 мен 11-дің көбейтіндісі қалды. Оп-оңай түрде 77 деп жауабын жазамыз. Келесі мысал, 48 бен 6-ның көбейтіндісінің 8-ге бөліндісі. Бұдана қараймыз. 6 8-ге бөлінбейді, бірақ 48-ді қалай жазуға болады? Мұна 6 мен 8-дің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Ары қарай көбейту 6 өзі қала береді. Енді алдымен мына 8-ді 8-ге бөлеміз оңай болу үшін. Сонда 8 мен 8-дің бөліндісі 1-ге тең. Оны жазбаймыз. Не қалды сонда? 6 мен 6-ның көбейтіндісі қалды. 6 мен 6-ның көбейтіндісі бізге 36-ны береді. Келесі мысал. Енді әріпті өрнектермен жұмыс істеп көрейік. 10а мен 4-дің көбейтіндісінің 5-ке бөлінісі. Бұнда да 10а 5-ке бөлінеді, 4 5-ке бөлінбейді. Демек мен бірінші 10а-ны 5 пен 2а-ның көбейтіндісі ретінде жазып аламын. Одан кейін 5-ті 5-ке бөлемін. Ереже бойынша. Сонда не қалды бізде? 2а мен 4-дің көбейтіндісін жазып, жауабы 8а болатынын көреміз. Келесі тағы да әріпті өрнек. 16b мен 7-ның көбейтіндісінің 4-ке бөліндісі. Бірден 16b 4-ке бөлінетін байқаймыз. Және 16b-ны 4 пен 4b-ның көбейтіндісі ретінде жазып аламыз. Бұнда да 4-ті 4-ке бөліп аламыз алдымен. Орында 1 қалады. 1-ді жазбаймыз. 4b мен 7-ның көбейтіндісі қалды. Еске түсірейік. Біз айттық,
әріптер мен сандар қосылмайды, азайтылмайды, бірақ көбейтуге болады. Сондықтан мына b-ны бауырсақ деп алатын болсақ, 4 бауырсақты 7-ге көбейтсек, не аламыз? Жауабы 28 бауырсақ. Келесі айырманың бөлінгіштік қасиеті. Ережені оқиық. Егер азайғыш та, азайтқыш та берілген санға бөлінсе, онда айырма да түгелімен сол санға бөлінеді. Мысал қарастырайық. 49 бен 28-дің айырмасының 7-ге бөлінгіштігін анықтайық. Ереже бойынша мына азайғышта, азайтқышта 7-ге бөліну керек. 49-ды 7 мен 7-нің көбейтіндісі ретінде жазуға болады, ал 28-ді 4 пен 7-нің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Демек, 49 бен 28-дің айырмасы 7-ге бөлінеді. Өте жақсы. Сонымен бүгінгі сабақта біз сандардың бөлінгіштігін анықтадық және соған қатысты есептер шығардық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.